Армысыз қазақ елі, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Қазақта айтады ғой, тектіден текті туады, тектілік ата ізгі жолын қуады деп. Мен туып өскен ата мекенім Балқаш районы. Сол Балқаш районының бүткіл азаматы бір кісіге қарыз. Ол ойшы деген атаға қарыз. Сөйтіп сол кісіге ескерткіш соғам, бір сотық жер берші деп сұрап барғам. Рұқсат бер, ақсақалдарға бару керек, ету керек, биту керек деп айтқан соң мен түсінемін. Әр қанша поселок бар, сол поселоктың бәрінен бір ақсақалдар алқасы бар, солардан рұқсат сұрау керек. Олардың мнениесін алу керек. Деген соң мен қойып қойдым, 2 ай ма, 1 ай ма алып кетеді ғой деп. Содан мен 6 ай болды. Бірақ ата бабаның әруағын тастап, анау араб келді, Қытай келді деген кездерде тік тұрып, шығар құрып, құл болып кеткендеріне таң қалам да. Кеше ақпараттар естідім, Бақанастан шығып жатыр екен. Бақанастан мынандай шығып жатыр, 68 мың гектар дей ма жерді арабтарға ма, қытайларға ма қожалықтарды тартып алып беріп жатыр. Енді сол Балқаш районын өз алдына район жасап, сол жердегі халықтың аман қалуына бірден бір жасап, соны район жасап шыққан кісіге бір сотық жер берем атты. Әкімшілік, ішкі саясат, тағы жер земельниесі бар, анаусы бар, мынаусы бар. Енді азаматтар ғой деп ойладым. Енді біразын танимын, біразы нешек, біраз ағалар. Бірақ тексіз екендіктерін көрсетті. Қазақта жақсы азамат өзін жерін көркейте біледі. Мынау Балқаш районының Бақанас деген орталығымыздың ең мықты орталық көшесі. Мен енді ол жерде құрдастарым тұрады, не қылады. 17 жыл деп айтып жатсам өтірік болар, бірақ енді 15 жыл деп айта салайыншы. Білем, әр келген әкім осы көшенің ақшасын жеп қояды ма, осы көшеге асфальт түспейді, осы көшенің балалары, осы көшенің азаматтары бірін-бірін машинамен сүйретіп шығады. Районның орталығы. Сөйтеді да, біз районды показательміз деп, әкімде бәрі сайрап жатыр, газетке де шығарып ұрып жатыр. Біз дамып жатыр, бізге 500 бас келді, 1000 сиыр келді, енді Құдайға бұйырса арабтарға жер береді екенбіз деп ұрып жатыр. Әкесінен қалған жерді берейін деп жатқан сияқты. Сонда сол орталықтың азаматтары су етік кешіп, балалар 1-ші классқа баратын балаларына дейін батпақ кешіп, кір қожалық қылып сабаққа барып жүр. Біздің сол жердің акиматыдан бастап, білім орталығына дейін кім бар қалам ұстап жүргендердің бәрі. Қай жерді сатамыз, кімге сатып жерді ақшаламыз деп жүгіріп жүрген құлдар. Енді олардың құл екендерін дәлелдеп береміз. Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, сайланған мен сайлаған екеуі екі бөлек бір түр, екі мүлдем басқа мағынасы келмейді. Біздің әкімдердің бәрін тағайындағансыздар. Ол халық қалап сайлаған жоқ, тағайындадыңыздар. Демек ол байлаудағы. Сіздер оларға 10 теңге тасасаңыздар, олар жеп алады. Қай кезде ақша берсеңдер жеп алады да, осылай асфальттердің бәрін жеп қояды. Оларға темір берсең де жеп қояды. Анасынан арын сатып жіберсең, оны да сатып жеп қояды. Олар өйткені арсыздар. Ал егер оны халық сайлағанда, халық оны қалт жеп өткізбей ұстап тұра алады. Олды сіздер тағайындаған соң, олар сіздерге міндетті. Міне сіздердің жеткендеріңіз. Қатар тұрғанмен тең тұрғанның екеуінің айырмасы осындай. Тағайындалған ол құл, сайланған ол ұл. Халық оны сайласа ол ұл. Ал сендер тағайындасаңдар ол құл. Демек, біздің Балқаш районының атқамінерлерінің бәрі құл. Көшенің ақшасын, қарапайым халыққа берген ақшаның бәрін жеп алды, енді жерді сатам дейді. Арендаға береміз, ойбай, қызылша егеміз, ананы егеміз, мынаны егеміз деп. Сонда өзінде тұрған азаматтар азамат емес қой. Ол ата бабасынан қалған жер. Ол жерге ештеңе екпей талтайып жатып алса да өзінің ата бабасынан қалған жері.
Демек, бақыл болыңдар қазағым. Тек қана ол Балқаш районына емес, бүткіл Қазақстанға келіп жатқан қиянат сендерде де болады, барлығыңда болады. Бірақ еш уақытта көтеріліске шықпаңыздар. 50-ден асқан азаматтар, мен сияқты 0,5 баклажка бар ғой, соған бензин құйып алып жүріңіздер, бір зажигалкамен қалталарыңызда. Тура сол айырылдым дегенде өзіңді ұста да өртеп жібер. Сен елің үшін өзіңді өртеп жібер. Бірақ жас балаларға өлімге жіберуге қойыңдар. Сол сияқты, мен сияқты 0,5 бензин ұстап жүріңдер қалталарында. Көтеріліске шықпаңдар, үстіңе құйда өртеп жібер. Оған мүмкіндік бермей жатса, сені жеріңнен айырам деп тұрған адам, ол жерді сатқан адам, сен жеріңді қорғап тұрған адамсың, бірақ екеуің де қазақ бауырсың. Сондықтан баклажканы ал да, оны құшақта да екеуіңді бірдей өртеп жібер. Оны да өзіңді де. Біреу сатқан үшін, біреу сатпаймын деген үшін өртеп кеткенде, бұл да жақсылық. Неге? Халқы көрсін, қалай жерін қорғап өртеніп өліп жатқандарын. Барша қазаққа айтам, бірақ көтеріліске шықпаңдар. 50-ден кейін мен 50-ден астым. Жасарымды жасадым, асарымды асадым. Артымда ұрпағым бар, өлсем өліп кетейін. Бірақ қазағым қалсын. Сол үшін қай кезде болса да өздеріңді өртеуге дайын жүріңдер. Қолдарында бір баклажка бензин жүрсін, зажигалка жүрсін. Жақта өртен. Сен ұрпағың үшін өлесің. Ұрпағыңды құл қылу үшін емес, қызыңды күн көп көрінгеннің астына тастау үшін емес, өз басың емес, ұрпағың аман қалып қалу үшін өртеніп баратсың. Сондықтан сіздерге айтарым, бақыл болыңдар, көріспей қалсақ қазақтар, әр кезде аман болыңдар. Мен сияқты қолдарыңда 0,5 баклажка бензин жүрсін. Ал енді біздің Бақанастың әкімінен бастап төмендегі жүрген шолақ етектерін айтам. Өз бауырларыңды өз жерінен бұйыртқызбай сатқан үшін сендердің де бала-шағаларыңа дейін жер бұйырмай кетеді. Және тексізсіңдер. Халықтың алдына шығатын беттерің жоқ. Бір ақсақалдарды жинау үшін сендерге 1 жыл уақыт керек болып жатыр. Ал сендер Арабқа жер беру керек, Қытайға жер беру керек деп, бас-аяғы 15 күннің ішінде 14 поселкаға жиналыс өткізіп, жер берейік деп бәріне айтып шықтыңдар. Бізге жоғарыдан айтты дейді. Жоғарыдан айтқаны значит облыстан айтты. Ал облысқа республикадан айтты. Республикадан бір-ақ адам айтуы мүмкін, жерді сатасың деп. Тоқаев қана айтуы мүмкін. Демек сендер өздерін көрсетпесіңдер, Тоқаев айтты сат деп. Ал енді Тоқаевтан барып сұрау керек енді халық. Сендер әкімге сат деп айттыңдар ма деп. Бар болыңыздар ағайын.